Сәлем достар, томалақпастар, сенімен бірге бүгін Жекежан. Біз симулятор супермаркета деген ойында ойнайтын боламыз. Ал бастайық. Мен алдыңғы ойында осындай заттар сатып алған болатынмын. Мука, ұн, шекер, макарон, сондай заттар, Қазір клиентіміз күтіп қалды. Біз осыны қабылдап жіберейік. Жаным ыржиып тұр ғой, 32 тісі көрініп. 13 теңге қайтаратын боламыз. 13 теңге деп сөйлесең, вот 70 тағы біреу қосып болды. Күшті болсын сізге. Мен магазин жоқ қойған болатын. Жаңа видео түсірейін десем бүкіл кіріп баратыр, құрсын. Асықпаңдаршы. Мен оның тауарым өте аз. Мен деген заттар заказ беріп қояйын. Жалпы бізде мынау сатылмай қалыватыр. Мынау мүлде сатылмаған, себебі бұның бағасы өте қымбат. Вот, достар, адамдар да ақымақ емес, қымбат болса, оларды сатып алмайды. Сол үшін біз арзандатып қоймайық. Арзандатып қойық осылай. Енді сатып алатын шығар. Сатып алатын шығар енді. Шле ондай жалко емес шығар. Ладно, бір сахар, мука деген біз қарапайым ұн. И біз хлеб сатып алайық. Күнде нан алады емес па адамдар. Міне біздің затымыз фук-фук етіп аспаннан түседі. Сосын біз соны жайғастыру керек екенбіз. Рахат екен, ондай магазин болған. Қалай фук-фук деп аспаннан түсе салады ол? Капец. Маған да үйретіңдер, осындай магазин хочу. Хочу такой магазин. Бізде хлеб, негізі хлебті адамдар жиі алады ғой, себебі күнде тамақ жейтін. Біз оның орнына хлеб салып қойыппыз ғой. Почему? 95, оны хорошо. Біздің хлеб сонда 0,95 ба сонда? Біз минуста емеспіз ба негізі? Алло, балашаға. Біз минуста емеспіз ба? Ладно, осындай. Чырс, мындай зат заказ берейікші, екеу, вот, заказ беріп қоя салайық. Ал астыға новый тауар керек, біз оған оливковое масло заказ береміз. Болды, все. Так, біздің екеуміз келді. Біз осы жерге жайғастырамыз. Тағы да бір макарон ба, нена өзіше атын білмеймін. Нена не? Салат па бірдеңе? Неме? Макарон екен, вой. Мен білмеппін. Түрін көрекем ғой. Бізде ойын, бізде ойында не деген көп супермаркет бар. Сонда адамдар деген. Сонда бүкіліне крема, сонда мақыл өздерін біліңдерші. Мен магазинге кірсендер болды жалпы ше. Мен түксе андай не емеспін се. 4 шал. Нормально ма? Болды все, на жерге бізге еще бір сахар қажет сияқты ғой. Алайық. 180 доллардан атаңның басы да қалмады. Но ничего, қазір бізде клиенттер келеді, біз сатамыз. Заполнил. Ладно, сен на жерде тұра тұр, мен магазин ашайын, кеш болып кетті уже. Кешке адамдар көп жүреді емес па. Капец, менің экранымның несі яркости азайды. Себебі менде зарядка аз. Ане келеатыр біздің клиентіміз, тұрын құрсын. Ыржиып 32 түсін көрсетіп қойған. Деп сөйлесеңе. Давай, келіңдер тезер. Бош, уақыт жоқ. Тезде сатып керек. Хлеб, екеу, үшеу, үш хлеб, мука. Сен хлеб алсаң, муканың не қажеті бар саған? Қандай, не нау? Комбо. Қандай жиынтық, не деген вкус сенде. Болды. Вот, ештеңе. Оля, сонша онда не істейсің, досым-ау? Олды 40-42, 90. Бұған мен саған бүкіл ақшамды бердім саған сдача қайтару үшін. Сдача керек емес, ол саған шебей деп кетсең болады ғой.
Ну ладно. Ой, блин, капец көп зат алған ғой, ну. Рахмет сізге, ағатай. Мен сізді өмірде ұмытпаймын. Ешқашан. Рахмет. Тысы жылдырап тұр. Шоппинг, даун, санити, не дейді ана, оқым кеп тұр. Блин, сені жағалас керіп қалған не, түрін құрсын. Мынау да көп зат алды. Блин, ағатай, мен сізді жақсы көрем, негізі ойнап айттым түрін құрсын деп. Все. Себастьян. Все. Блин, мен сіздерді өте қатты жақсы көремін, негізі білесіздер ме? Сіздер өте керемет адамсыздар. Болды. Кет бар, кет. Қалып қайтып келмеді. Так, оны оливковое масло сатылып жатыр екен, бірақ ол не вообще? Жазып кетіңдерші комментарияға. Ол деген не зат, қандай зат ол оливковое масло деген? Не нәрсе қылан? Блин, басылмай жатыр мына карта менде. Достар, менде жаңа интернет хат кетті и келесі күн басталып кетті. Бізде бір күн бітті. Қазір біз новый день бастадық, короче. Және ағатай, келіңіз деп бекмей болсаң, но не макарон алатыр. Ой, сен поварсың ба не? Үйіңде тамақ жасайсың ба? Молодец, қатындарына көмектесіңдер. 460, блин. Ну ладно, давайте, мен сізді жақсы көрем. I spent less time. Не дейді ана? Блин. Кәне, $20 алып жатыр ғой. Татуы $20 да болар. Осындай неге құртама? Просто так азған-азғантай заттарға. Ну капец. Бізде кішкене қымбаты кетсе, Магнум құтырып кеткен, Яндекс құтырып кеткен, бәрі құтырып кеткен деп айтамыз ғой. Бұлар сияқты біз яғни $20-30 сата алмаймыз ғой. Кішкене қымбаттаса, Магнум құтырып кеткен. Вот, ақшасы көбейіп жатыр, болды, бойкот жасаймыз Магнумға деп айтасыңдар ғой сендер. Ой, сдача қайтармадым ғой мен сізге, рахмет. Тыйымдарым сықырлатып отпай. 11, 10. Қолым үйреніп кетті ғой уже менің сендерге сөйлеп отырып. Капец бірдей. Оливковое масло ғана аласың ба? Түрін көрсін. Сенің. Оливковое масло ғана алдың ғой сен. Менде тауар қалмапты ғой кісті. Блин, менде тауар қалмаған. Қалай? Біз жабайық магазинімізді тауар алайық. Прикинь, достар, мені өте қатты жақсы көреді, потому что мен өте керемет қызбын ғой, сол үшін тауарымыз бітіп қалды. Енді бізге нобайдан тауар алып қажет. Бізде жалпы оливковое масло қымбат жүреді екен. Соңы макаронды көп алады, и бізге хлебті көп алады, шекерді көп алады, муканы көп алады. Вообще ала салайыншы бүкілін. Фук. Жаман тез түседі екен, достар, алыңшыш. Нау бұл бізде муканы біз мына жерге қоямыз. Орнауыз кетті ғой. Осы жерге қоямыз. Бізге ақшаны көбірек жинап, сосын кассада тұратын сатушымен, сосын новый шкафтар алу керек. Сол себепті пахать ету керек бізге. Только жұмыс жасау керек. Вот макарондарымызды сыққадай сықтап қойып қойдық. Енді бізге не? Оливковое масло. Зәт осы жаз жеріңіз зәт нау. Зәт. Оливковое масло бізде мына жерде тұрушы еді. Қателеспесем. Все, қателеспедім. Бұл $4 тұрады екен. Өте арзан. Ну ладно, мне бәрібір, короче. Мынаны өте арзан екен. Ну, по-любому мынаны өте көп өтіп жатыр. Сол себепті мынаны көбірек алып жатырмын. Енді күнде шай ішеді, тамақ ішеді, өсек айтады. Мынаған керек қой по-любому. Бізде по-любому орын қалып кетті. Ай, блин, мен шекер. Шекерін осы шықты екен ғой орны. Бізге шекер, сосын макарон алып керек. Макарон ба точно. Мынауда. Или таңғы ас па просто. Макарон и шекер алайық. Менде $95 қалды еще. Жаңа мен $200 болған. Қазір енді плюсқа шығамыз ба жоқ па соны көрейік. Плюсқа шықпасақ, онда осы жерден қайта берейік, достар. Мен сатушы болмаймын деп шештім. Клиент маған артық сөз сөйлесе, мен оның басына аяқ киіммен бірге клиент маған артық сөйлесе, мен 40-шы размердегі аяқ киімді алып басына салып қалатын сияқтымын ше.
шыдаймын мен біреудің маған бастық болғанын или қаламаймын ше. Ну, кстати, ол менің бастық болмайды, потому что бұл менің жеке магазином, если что, я хочу, что мен оны, типа, шығарып тастай аламын, типа, магазиннен қуып, біргеле, деп оқтай алайыншы, еще ана жерге оқтай қойып қойып ше. Тұрыңғырсан деп, андай мамалар қуыш еді ғой артымыздан таяқпен. Или сіздерде ондай болмады ма? Мен магазинді ашпаппын ғой. Все, келіңдер, Жанның магазине келіңдер, Жанның магазине келіңдер. Келіңдер, Ауызашарға келіңдер, бізде нан бар, мука бар, шекер бар, макарондар бар. Міне уже бірінші клиент келді. Вот, достар, менен сабақ алыңдар сендер, қалай мен клиентті шақырып жатырмын деп. Бірдеңе деп жатыр, мен ағылшынша түсінмеймін, достар. Блин, сықырлатып тиындалып тұрсың ба, кете бермейсің ба? Маған не нужно сдачи деп қойып ше. Жібай, тебе деген не екенін білесің ба? Осыған деген клиенттің ризашылығы. Киви алмадық қой, бірақ біз, достар. Клиент бізге риза емес ау деймін. Ну ладно, ризалықтарыңды бір жерлеріңе бүктеп тық қойыңдар, достар. Маған ризалықтарың керек емес. Кет бар, өзің VIP. Если мен қаласам, мен білесіңдер ғой сендер. Мен қаласам магазиннен қуып шығам оларды. Балдай, әкеш бер. Ой. Кетші, түрің құрсын пикме десе. Вообще жоламандаршы маған. Кет бар. О, очкарик. Макарон сен естесің, брат. Әкел. Менде $180 болды. По идее, біз плюстамыз, достар. Или минустамыз ба? Не знаю, короче, білмеймін, жаңа $200 болған менде. Если менде одан минус болса, мен сатуда тоқтатам. Мен кемес екен. Ту, брат, блин, мен тоқтатам деп жатсан, сендер қатты келіп жатсыңдар ғой. Магазин жауып тастай салайық. Все, магазин жабық па? Блин, сонша көп зат. Үйінде жатпайсың ба? Блин, онлайн заказ бермейсің ба? Неверная сумма оплаты дейді. Көтің қысшы сен. Өтініш. Көмегім болсын саған. Болды, кет бар. VIP бірдеңе деп бір сөз айта береткен олар. Не өздері мненияларын жоқ па? Болды, кет бар. Ой, сенде сызлап ше. Амай құсын болады олсын ше. Болды, кетші бар. Анау әлі келе жатыр ғой, мен магазинді жаптым ба өзі? Open деп тұр оны. Close it болды. Енді жаптым ғой. Блин, вообще сендер надоелсыңдар, кетіндерші бар. Азақ тауарға тастай салайық, ладно. 90, блин, 90 алып жесең, білі ғой. Алғызбайтын вот, мен қателес кеттім. Білі қорлар. Все, берш, болды, кетші. На, брат, жаңағын алып кеттің ғой сен, брат. Мен білесің, сен ақшаң шашамай жүрген білесің ба? Мен қателес кетіп атырым. Болды, кет бар. Себастьян. Нап жатпайсың. Сен жаңағын алып кеттің ғой, құрсын. Еще бір шекер. Мамаң ұрысты ма шекерді ұмыт кетіпсің ба? I'm living with my girl. Ана мен сөзіме жылап атыр ма, не істеп атыр? Аудармасын жазып кетіңдер, достар. Ой, апшу бандит, что ли? Секасы вот кет бар. Бір штук оливки масло қалды. Сен екеу аласың болады ғой, құрсын, соң басқа адамға қалдырмай. Вот құршы бар. Ой, бана прям здоровая қыз екенші. Жаным осындайларды, жаным сет. Ана магазинге кіріп қайттан шығып кетіп жатыр ғой. Ештеңе жоқ қой, енді не істейміз? Все, біз $298
оказывается біз плюстамыз, достар. Достар, ладно, давайте тіркеліп лайк басып кетіңдер. Келесі бөлімді шығарғанды қаласаңдар лайк басып тастаңдар, давайте.